Ассалаумағалейкум, құрметті менің TikTok оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Енді мен өткен видеода айтқанымдай, алдағы видеоларда компания, қандай компания, басшысы кім, қандай адам артынан еруге бола ма деген сияқты, бұл компания немен айналысады деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламын деп айтқан болатын. Енді бұл компанияның басшысы Арман Тосқанбаев есімді азамат. Небәрі 91 жылғы қарағандылық жас жігіт. Өзіміздің бауырымыз біреуге бауыр, біреуге аға деген сияқты. Енді оның жеткен жетістігі қандай? Ол Арман Тосқанбаев кәсіпкер, традициондық бизнеста өзінің 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Және де Қазақстанның 100 жаңа есіміне 2 рет енген жігіт. Ол не деген 100 жаңа есімге? Өзі тәуелсіздік жылдарында туылып, өзінің жеткен жетістігі бар, айтары бар азаматтар сол рейтингке 100 жаңа есімге кіреді. Енді одан кейін өзінің кітабы бар, идеядан бизнеске дейін деген. Және де бөлек одан мына компаниядан басқа 5-6 компаниясы бар. Яғни қандай, мен қысқаша түсінікті болу үшін сіздерге айта кетейін. Мипост деген агрегатор доставка. Мысалға өздеріңіз білесіздер, Glovo, Яндекс.Еда деген сияқты, сол сияқты доставка жасайтын қызмет бар. Ол қазіргі уақытта Өзбекстан мемлекетінде жұмыс жасап жатыр. Әрі қарай Новый зеленый технология деген компаниясы бар. Ол малға жем-шөп өсіреді. Аэропоника, гидропоника деген әдістер арқылы сусыз, топырақсыз бу бүрку арқылы сондай жем-шөп өсіреді. Одан кейін Зертис деген компаниясы бар. Ол салат жасайтын шөптерді өсіреді. Рукола, базилик, салатница деген сияқты. Жаңағы айтып отқан аэропоника, гидропоника технологиясы арқылы. Әрі қарай Отан деген сағат жасайтын, елтаңбаның суретімен бейнеленген сағат жасайтын компаниясы бар. Қазақстандық ең алғашқы сағат Қытайға сатылған деп мен айтар едім. Және де өзінің строительский архитектурный компаниясы, ол Mad Company деп айталады. Өздеріңіз білесіздер, строительный компаниялар бар, неше түрлі BI Group, басқа деген сияқты. Солардың эскиздарын, үйлерінің сызып беретін, архитектурасын сызып беретін компаниялары бар. Одан бөлек сіздерге толығырақ ақпарат беріп айтылатын, алдағы уақытта сіздермен тек қана осы компания туралы сөйлесетін, ол Meiring Health Group деген компания. Неге Meiring Health Group? Қазақстандық компания 2019 жылдан бастап, 28 наурыздан бастап жұмыс жасап жатыр. 3 жылдан аса уақыт болды компанияның жұмыс жасап жатқанына. Япониялық жоғары сапалы сертификатталған өнімдермен айналысады. Халықтың денсаулығын, біріншіден денсаулығын, одан кейін қаржылық әл-ауқатын жақсарту мақсатында жұмыс жасалып жатыр қазіргі уақытта.